Barchaga salam dostlar. Bizning arnamizga qo'sh keldinglar dostlar. Dostlar, bizlar ko'pdan kutgan 24 soat poyza degan videoni tushiring deb atirmiz dostlar. Tanish dostlar, biz bәрimiz bir kupedemiz. Tek Banu g'ana kelesi kupeda жатады. Qolganimizning bәрligimiz o'sha kupedemiz. Endi mindik, hali yurgan jo'qmiz. Mine, turmiz hali. Minib oldik, жайғасқан жоқпыз. Надеюсь, күшті екен, ана жерде стакан қоятын нелер бар екен, я? Қазір жайғасамыз, достар. Енді міндік. Кішкене жайғасып алайық, сосын ары қарай видеомызды бастаймыз, достар. Ал, достар, біз деген жүрдік. Бисмиллах деп жол амандығын берсін. Жеңіл түрде жетіп алайық деп ниеттендік. Аяла, отыра ғой. Бұл аяла бірінші рет мініп атыр. Біз бәріміз бірінші рет мініп атыр екенбіз ғой. Біз пойызға мініп көрмеппіз, достар. Тек ұшаққа міндік, пойызға мінбеппіз. Достар, бізде сағат 12-ден асты. Көп уақыт жүріп тастаған сияқтымыз, бірақ сөзік неше сағат? 4 сағат па жүріппіз ғой? 3 сағат па? Енді ғана. Біз 9-да жүрдік. 3,5 сағат жүріппіз ғой, айтпақшы. Сонымен достарына екеу деген ұйықтады. Қазір пойыз деген ана не істеліп тұр қазір, жүріп тұрған жоқ та. Екеуімен әбіржіп кеттім ғой. Екеуі симай атыр на пойыздың ішіне. Сонымен ұйықтатып, енді шай ішейін деп жатыр. Ұлжан да ұйықтап қалыпты ана жерде. Ал біздің Кәусар не істеп жатыр, бір? Сурет бояп жатыр, достар. Біздің Бану раскраска. Бұл не шарп берген, қағаз принтерден шарп берген, соны бояп отырған. И біз шай ішейін деп жатыр. Бану деген кофе ішейін деп жатыр. Кстати, Банудың құлағы тыныш, ол басқа кофеде жатыр. Рахат, бала-шаға жыламайды. Бірақ ұйықтатып кетіп жүрдің ғой? Иә, сонымен нан келіп ұйықтатты маған көмектесіп. Ұлжаннан вообще пайда жоқ. Сонымен әбіржіп атқамы анан ұйықтаттым да. Келіп нан ұйықтатты біздің Бану. Енді осылай ұйықтап атқан кезде бір шай ішіп алайықшы. Ал, достар, біз Uno ойнайын деп жатырмыз. Бану қазір таратады. Оннан таратшы сразу. Екеуің мына жаққа қоясыңдар. Мен мына жаққа. Өзіміз тасып кеткен. +4 деген белгі сап қойған ғой бұлар. Соны айтып жатыр Кәусар. Маған өмір түспейді +4. Мен үнем ұтылып қала берем ғой. Қыш. Түспейді маған вообще. Мен сосын ұтыла берем. Неға қоясың? Жүр, не ойнайтын, неға қоясың? Менің картам. Алатын карта біреуінен сіз жақта тұрсын. Біреу біз жақта тұрсын. Болды дайын. Ал, бастаңдар. Сонау сәл мұжылғанда сонау +4 деп ойлайды бар. Баста енді. Кәусардан кілең жасыл қызылдар бар. Мен бастай салайын. Менде ше, менде. Менде көк бар екен ғой тек қана. Көк. Бір ма? Мә. Қой. Қарап отқан жоқ қой, түсіріп отырмын ғой мен. 8. И мен оны басамын. Ойбай. Менде жасыл бар ма десейші. Көкті жинап берген ғой. +2 бар екен. Ол нет +2 деген. Қанша 2 карта көзереді же? Нау не 9 ба 6 ма? 6. Той бір. Көрсетіп отырсың ғой? Достар, менде 6 жоқ. Міне. Бар екен. Достар, мен ұтылып қалдым. Мына 2 карта менде қалып қалды. Ой, аялатырдым. Кәусар 1-ші орын, 2-ші орын. Мен, как всегда, сол баяғы ұтылатын 3-ші орын. Мама, кейде сіз 1-ші орын болсын. Қой? Жата бер, аяла. Аяла жата бер. Жата ғой. Мамана 2-ші. Достар, біз үй көрдік, наконец-то. Біраз уақыттан бері үй көрінбеген. Мына жерге келіп үй көрінді.
біз мынадай ойын ойнайын деп жатырмыз. Ұлжан жазып жатыр мынадай сандар. Не болды? Не болды? Мына шорты киіп үйреніп қалған шалбардан не қапты шу, шығып қапты, кимеймін шалбарды. Просто мына іші салқын да, кондер соғып тұр. Сонымен шалбар кигізіп қойдым, жауырып қалады деп. Тағы тоқтадым, не істеді? Мына қандай ауыл болды екен? Мына біз негізі әлі Маңғыстаудамыз, Маңғыстаудың бір ауылындамыз. Настя. Тағы да айт. Настя деген өлеңді айтып жатыр. Үстірт вокзалы дегенді көрдік жаңа мына жерде. Қаладан кәдімгідей алыс екен мына жер. Біз мынандай ойын ойнап жатырмын. Надеюсь, осы ойында ұтылмаймын деген ойдамын. Қазір бізде Ұлжан бастады. Бану жоғарыда. И мен мына жерде. Машинам бар, сурет. Аяла да бояп жатыр. Просто осындай нәрсемен айналыспасақ уже іш пісіп кетті. Әдейі сурет шығарды. Осындайдан біздің Бану 10 штук шығарған ба, сондай 9 ба, 10 шығарған. 9. Ішіміз пысқанда осылай ойнаймыз деп. Мен кітабымды алып келмеппін ше. Я, оны ойнап қойдық қой, енді осыны ойнап жатырық. Достар, біз пойызда 24 сағат емес, 48 сағат почти боламыз. Бүгін бірінші күннің жартысы. Ертең не істейміз білмеймін ше. Ертең қалай күн өткіземіз? Мен sana айтайын ба? Не знаю. Айт. Сұрамайтын сияқтымын мен, достар. Достар, мен бүгін жеңдім. Қараңыздар, мынандай ойын ойнап. Ашида мен мамаға Я, Кәусар көмектесті маған. Мұстафа раскраска бояп жатыр. Жүр әйтеуір бірдеңелер жасап. Енді Бану мен Ұлжан өз ара ойнап жатыр жоғарыда. Не істейміз енді ары қарай? Білмеймін, ойынның бәрін ойнап тастадық әйтеуір. Тағы ойнаймыз ба, көреміз енді. Ойнағансыңдар ма, достар, осындай ойын? Достар, мына екеуден іші пысқан сияқты Солифа ойнап бір-бірін ұрып жатыр. Ей, жандарым. Бұлардың да іші пысқан ғой. Пойызда отыра бер. Пойыз деген өте жай жүріп жатыр ше. Қашан жетеміз деп отырып қой. Жаман жай жүріп жатыр ғой. Ал достар, бізде кешкі аста осындай жылдам дайындалатын ас бізде. Мынау Ұлжандікі, мынау менікі кішкене соусын аздау қостым, себебі маған болмайды дейді негізі жеуге. Енді жолда жүргеннен кейін амал жоқ жеп жатырмын. Мынау Кәусардікі, аялашымдікі, менің аялашым. Мынау деген Мұстафа жеп жатыр. Ал Бану не болды? Банудың купесі бөлек, ол бізден бөлек тұрады. Сол үшін ол бөлек тамақтанады, достар. Достар, таң атты. Бұл видео негізі 24 сағат пойызда дегенмен 48 сағат примерно. Кішкене жетпейді 48 сағатқа. 40 сағаттай осы пойыздың ішінде отырамыз. Қыздар әлі ұйықтап жатыр. Аяла мен Мұстафа ғана ояу, мен ояндым. Сместерін дайындап бердім, ішіп отыр. Жан жаққа осы қарап отыр. Қызылорданың бір шетіндеміз. Енді бұйырса бүгін кешке түнгі сағат 1-де пойыздан түсеміз, достар. Қыздарды оятқан жоқпын. Себебі тұрғанда не істейді? Ұйықтай берсін іштеп. Ұйықсын қандырып тұрсын деп тұрғызбадым. Қайдан Білмеймін. Кел отырамыз берке. Қараңыз жаға пойыз көп екен. Есігін жапсайшы. Ала кісінде. Ала кірген. Зиян бақаласамыз ба не? Шымкентке жеткенде бақаласақ та. Іші салқын ғой. Аяланың қалың киімдерін ағамда папасынан бері жүрген ғой. Машинадан бері жүріппін.
Пойызда алып қалмаған ба? Ой, әбіржіп ағасының киімін кигізіп қойдым же. Ей, зәнім. Бака. Қойшы пақаласпайықшы, түскен кезде пақаласақ та енді. Не, осы бұты. Мен пойыздамын. Ал, достар, біз Шымкентке келдік. 24 емес, 40 сағат примерно. Пойыздың ішінде уақытымызды өткізіп, Шымқалаға келдік. Өте жылы екен. Күшті болып тұр. Папамыз күтіп алды алдынан. Ал, достар, біз деген Шымкентке келдік. Шымкенттің жыды вокзалы өте әдемі екен. 24 емес 40 сағат пойыздың ішінде болып, мынадай әдемілікке куә болып жатырмыз, достар. Ал, достар, келесі видеода кездескенше бізді қолдап, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.